Сәлем достар, бүгін асқабақ қосылған манты дайындаймыз. Ең алдымен ұн, тұз, су, жұмыртқа и сұйық майымызды араластырып қамыр илеп аламыз. Қамырымызды жақсылап илегеннен кейін біраз уақытқа демалдырып қоямыз. Қамырымыз демалып болғанша біз салмасын дайындаймыз. Салмасына фарш, сернетінен асқабақ, пияз, бұрыш, тұз дәміне қарай қосамыз. Және фаршымызға 200 граммдай құйрық май қосып жіберсек, мантымыз өте дәмді болып шығады. Ал енді салмамыз дайын болғаннан кейін қамырымызға кірісеміз. Қамырымызды өте жұқа қылып жайып алуымыз керек. Қамырымызды жайып болғаннан кейін видеодағыдай қылып квадратный қылып кесіп аламыз қамырымызды. Кесіп өздеріңіз білесіздер, ол жерде үлкен, кіші қылу өздеріңізге байланысты. Мен орташа қылдым. Бұл жерде кесіп болғаннан кейін салмамызды салып, мантымызды түйіп шығамыз. Мантыларымызды түйіп болғаннан кейін мантываркамызды майлап, мантыларымызды орналастырамыз. Қайнап тұрған суға 45 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей менің мантым дайын болды. Егер сіздерге ұнап жатса, лайк басып кетіңіздер. Келесі видео рецепттерін жіберіп аламыз үшін подписаться етіңіздер. Ас болсын!